Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ерекше салаттың рецептімен бөліспекшімін. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Бұл үшін бізге қажетті жасыл зәйтүн, мен лимон қосылған түрін таңдадым. Тұздалған қияр мен алдын ала турап дайындап қойған болатынмын. Вакуумдағы дайын тауық еті және қызыл пияз қажет болады. Мен бұл жерде айсбергті таңдаған болатынмын. Сіздерде пекинский капуста немесе салат жапырағы болса да бола береді. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне толықтай жазып қоятын боламын. Тәтті бұрыштарыңыздың екі түрлі данасынан жарты-жартысынан алсаңыздар болады. Ендігі кезекте баялдымызды уақтап турап алатын боламыз видеодағыдай. Күзгі мезгілге дайындауға өте керемет ерекше салаттардың түрі. Сіздер де қонақтарыңызға дайындап таң қалдырып көріңіз. Және де видеом ұнап жатырса, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлығын турап болғаннан соң пакетімізге салып, ішіне кукурузный крахмалды қосып, араластырып алатын боламыз видеодағыдай. Және де тәтті бұрыштарымызды да майдалап турап алатын боламыз. Достар, менің видеомды тіркелусіз көріп жүрген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Тәтті бұрыштарымыздың қызыл және сары түсінен дайындап алсаңыздар, өте әдемі болып көрінеді, салатымызға түс беріп тұрады. Алдын ала қыздырып қойған майымызға баялдыларымызды салып, екі жақ бетін қуырып қызартып алатын боламыз. Сұйық майдың қайнауына мән беріңіздер, достар. Қайнамаған күйінде салып жіберетін болсаңыздар, қатты болып, жаңағыдай баялдыларымыз керекті мөлшерде қытырламайтын болады. Енді сол майымызға тәтті бұрыштарымызды да қуырып алатын боламыз. Ұзақ ұстап, қызартып қуырудың қажеті жоқ, тек майға шамалы салып алсаңыздар жеткілікті болады. Тауық етімізді де майдалап турап дайындап алатын боламыз салатымызға. Қызыл пияздарымызды да дайындап туралап алатын боламыз. Ол да салаттарымызға өте ерекше дәм беріп тұрады. Жай пиязға қарағанда ащы емес. Қызанақтарымызды да видеодағыдай уақтап туралап алатын боламыз. Енді салаттарымызды жинақтай бастаймыз. Ол үшін бізге қажетті үлкен ыдыс, жалпақ және де салат жапырақтарын немесе айсбергімізді осылай қолымызбен видеодағыдай бөлшектеп туралап астына салатын боламыз. Барлығын кезекпен кезек салып шығамыз. Арасына майонезді жағуды ұмытып кетпеңіздер. Барлығы видеода жақсы түсіндірілген, көріп шығыңыздар. Бұл жерде жалбызды әдемілік үшін таңдалған, сондықтан да орнына басқа да шөптерді таңдасаңыздар болады.
Осымен біздің салатымыз дайын болып қалды. Көріп тұрғандарыңыздай тәбетті ашатындай өте әдемі болып шығады. Және де үстіне кириешки немесе сухарийімізді сеуіп жіберетін боламыз. Өте керемет дәм беріп тұратын болады, қытырлап. Осымен салатымыз дайын болды. Күзгі салат өте керемет болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер.